Сәлеметсіздер ме 2-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Бүгінгі сабақ мақсаты: сіздер геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренесіздер. Қағазда кесінділер түзу мен геометриялық фигураларды сызуды үйренесіздер. Ал енді балалар, бәріміз бірге ойын ойнайық. Қазір қабырғалар санының өз суреті бойынша фигураларды орналастыру арқылы сөз табамыз. Ең аз қабырғалы фигура қандай деп ойлайсыздар? Осы суреттердің ішінен қабырғасы аз, 3 қабырғалы 3 бұрыш, яғни С әріпі. Келесі. 3 бұрыштан кейін 4 қабырғалы П әріпімен белгіленген шаршы. Келесі фигура. 5 бұрышты, 5 қабырғалы 5 бұрыш, оның ішінде О әріпі белгіленген. Сонда қосып көрейікші. С, П, О. Келесі. 6 бұрышты, 6 бұрыш, 6 қабырғасы бар Р әріпі. Спор. Және соңғысы 7 қабырғалы 7 бұрышты Т әріпі. Т. Сонда қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар. Спорт деген сөз шықты. Балалар, спорт дегенді қалай түсінеміз? Спорт адам денсаулығына пайдалы, спорт денсаулық кепілі, Сіздер спортпен шұғылданасыздар ма? Қандай спорт түрімен шұғылданасыздар? Жарайсыңдар балалар. Спортпен әрдайым кез келген уақытта шұғылдану керек. Егер сіздер спортпен шұғылдансаңыздар, денелеріңіз шымыр, ешқашан ауырмайсыздар. Енді жаңа сабағымызға көңіл бөлейік. Геометриялық фигуралар әртүрлі болып келеді. Геометриялық фигуралар жазық фигуралар, кеңістік фигуралары және тағы басқа түрлері бар. Жазық фигуралардың ішінен бізге 3 бұрыш, тік бұрыш, шаршы, шеңбер. Міне осы фигуралар белгілі, Олай болса, жазық фигуралармен танысып шығайық. Бейне материалға назар аударыңыздар. Шеңбер. Қарындашты алып, дөңгелендіріп сызамыз. Сонда бізде шеңбер шығады. Шеңберге доп, көлік дөңгелегі, күн, тиын ақша, пицца және тәтті заттар ұқсайды. 4 сызықты бір-біріне қосса, шаршы шығады. Шаршының барлық қабырғалары тең. Шаршының 4 бұрышы бар. Қане, санайық. 1, 2, 3, 4. Шаршы терезеге немесе үйге ұқсайды. Ол да домалай алмайды. Өйткені шаршының бұрыштары бөгет жасайды. Бұл пішінде қабырға жоқ, бұрыштар жоқ. Мұны сопақша деп атаймыз. Шеңбер дөңгеленіп тұрса, сопақша аты аталғандай сәл созыңқы болып келеді. Сопақшаға көптеген заттар ұқсайды. Айна, жұмыртқа, нан, тіпті қоңыз да ұқсайды. Ал мынау 3 бұрыш. 3 бұрышты неге 3 бұрыш деп атаған? 3 бұрыштың 3 бұрышы және 3 қабырғасы бар. Қане, санайық. 1, 2, 3. 3 бұрыш неге ұқсайды? Пирамидаға, үйдің шатырына. Балақай, сен білесің бе? 3 бұрыш домалай алмайды. Өйткені бұрыштар бөгет жасайды. Ал мұның аты тік бұрыш. Тік бұрыштың шаршыдан айырмашылығы. Шаршыда барлық қабырғасы тең болса, ал тік бұрышта қабырғалары әртүрлі болады. Мұны тік бұрыш дейміз. Тік бұрышқа үстел,
есік, терезе, телефон, компьютер ұқсайды. Біз бұл пішіндерден көптеген заттарды құрастыра аламыз. Мұнда қарашы, жаңа өткен пішіндерімізден көптеген заттар құрастырылыпты. Үй, қоян, аққала, тіпті кеме жасауға болады екен. Балақай, қазір мен саған пішіндерді көрсетемін. Сен сол пішіннің түсін және атауын ата. Бұл қандай пішін? Шеңбер түсі қызыл. Екінші пішін үшбұрыш. Түсі жасыл. Шаршы түсі сары. Сопақша түсі көк. Келесі пішін тікбұрыш. Түсі қызғылт. Жазық фигуралармен таныстық. Енді мен сіздерге кеңістік фигуралармен таныстырайын. Бізді қоршаған ортада жазық фигуралармен қатар кеңістік фигураларды кездеседі екен. Тікбұрышты параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, шар, конус, міне осының барлығы кеңістік фигураларына жатады. Бұлардың бәрі геометриялық денелер деп аталады. Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Дәптеріміздің ортасына 10 қаңтар сынып жұмысы ай күнді жазып, номер 1 тапсырмаға назар аударайық. Оқулығымызда 6 бетте номер 1. Сіздер осы фигуралардың ішінен жиындарға бөлу керексіздер. Ол үшін бұл жиында неше элемент бар, санап шығайықшы? Қандай элементтер бар? Кәнекей атай қояйық. Енді осы элементтерді жиындарға бөлейік. 5 немесе 6 жиындарға бөле аламыз. А жиыны нүктелер жиыны. Оған көк нүкте, қызыл нүкте, күлгін нүктені жатқызамыз. Б жиынның элементтері, яғни Б жиыны сызықтар жиыны. Түзу, қисық, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар. Яғни көріп отырғандай кесінді, сәуле жатады, түзу жатады. Келесі жазық фигуралар жиыны, С жиыны. Оған үшбұрыш, шаршы, дөңгелек, тік төртбұрыш, бесбұрыш жатады екен. Келесі кеңістік фигуралар жиыны, Д жиыны. Куб, конус, пирамида, цилиндр жатады. F жиынның элементтері, яғни бұрыштар жиынның элементтеріне тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш жатады. Осы жиындарды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі номер 2 тапсырма. Дәптерімізді 2-ге бөлеміз, яғни сызғыш пен қарындашты пайдалану арқылы дәптеріміздің ортасына сызық жүргіземіз. Бірінші бағанға жазық фигуралардың суретін саламыз, екінші бағанға кеңістік фигуралардың суретін саламыз. Дәптердің басына жазып қойыңыздар жазық фигуралар, келесі жағына кеңістік фигуралар. Екі бағанға осы суреттерді топтастырып сала қойыңыздар. Және оны осындай әдемі түстермен бояймыз. Балалар, естеріңізде болсын, нүкте мен түзу негізгі геометриялық фигураларға жатады. Яғни біз нүктені білеміз. Түзу ол екі жағы шектелмеген сызық. Міне осы нүкте мен түзуді пайдалану арқылы біз әртүрлі фигуралар шығара алады екенбіз. Номер 3 тапсырмаға назар аударайық. Практикалық жұмыс. Қазір партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстырасыздар. Яғни дөңгелек, кез келген көп бұрыш, төрт бұрыш, тік төрт бұрыш және шаршы сызып, оны қағазбен қиып алыңыздар. Және дөңгелекпен кез келген көп бұрышты қатар қойып, ауызша түрде салыстырып көріңіздер. Осы практикалық жұмыстарыңызды видеоға түсіріп, маған WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады.
Яғни екі фигураны салыстыру арқылы олардың айырмашылығы мен ұқсастығын табасыздар. Номер 4-ші тапсырма. Жазбаша түрде орындаймыз. Мысалдарды шығар. Яғни сіздерге 72 мен 32-нің айырмасынан 34 пен 22-нің айырмасын азайту керек. Ол үшін бірінші жақшадағы сандарды азайтамыз. Сонда 72 мен 32-ні азайтып 40 сан шығарамыз. Келесі екінші жақшадағы амалды орындаймыз. 34 пен 22-ні азайтып 12 екенін табамыз. Одан кейін барып екі жақшадан шыққан мәндерін азайтамыз. Сонда 40 пен 12-нің айырмасы 28-ге тең. Номер 2-ші тапсырмасын, яғни номер 2-ші есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Және номер 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Мұз айдынында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдынында барлығы неше бала сырғанап жүр? Балалар, есте сақтаңыздар, бұл құрама есеп. Құрама есеп болғанда неше амалмен шығарамыз? Номер 5 деп есептің қысқаша берілгенін, шешуін және жауабын жазып маған жіберсеңіздер. Келесі, мына жазықтықтағы фигураларды ауызша түрде атап шығайық. Бірінші фигура не? Дұрыс, нүкте. Келесі фигура түзу. Үшінші фигура бір жағы тұйықталған, екінші жағы тұйықталмаған. Сәуле, дұрыс айтасыңдар. Келесі фигураны атайық. Сүйір бұрыш. Одан кейін жарайсыңдар. Үш бұрыш. Келесі фигура тік төрт бұрыш. Өте жақсы. Тік төрт бұрыштың қасында қандай фигура тұр? Қызыл түспен. Шеңбер. Керемет. Ал енді кеңістіктегі денелерді өздеріңіз атай қойыңыздар. Жарайсыңдар балалар. Енді сабағымызға кері байланыс жасайық. Дәптерлеріңізге тапсырмалардың бәрін орындап, дәптердің соңына, егер сабақты жақсы түсінсеңіздер, өте жақсы түсіндім. Яғни текшені белгілейсіздер. Егер сабақты түсінбесеңіздер, екінші фигураны көрсетесіздер. Егер сабақты әлі түсінген жоқ болсаңыздар, үшінші фигураны көрсетіп, маған кері байланыс беріңіздер. Үй жұмысы 7-ші оқулығымыздағы 7-ші бетте номер 6-шы тапсырма. Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгілейсіздер. Жасыл нүкте арқылы түзу жүргізесіздер. Сонда неше түзу жүргізуге болады екен? Басы көк нүкте болатындай сәуле сызасыздар. Неше сәуле сызуға болады? Міне осы тапсырманы дәптерге орындап, маған жібере қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.